Бүгінгі сабағымыз табиғи қышқылдар мен сілтілер, индикаторлар. Нөмір 7-ші зертханалық тәжірибе ерітінділердің қышқылдық, сілтілік ортасын анықтау. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қышқылдық және сарындық қасиеттер, кейбір табиғи қышқылдар мен сілтілердің белгілері болуы мүмкін екендігін білу. Химиялық индикаторлар метил оранж, лакмус, фенолфталинді пайдаланып, әртүрлі ортада түстердің өзгеруін білу. pH шкаласы негізінде әмбебап индикаторды қолданып, сілтілер мен қышқылдарды анықтай алу. Бүгінгі сабақта балалар қышқылдар мен сілтілер туралы білетін боламыз. Химиялық индикаторлармен танысамыз. Қышқыл және сілті ерітінділерін бір-бірінен индикатор көмегімен ажыратуды үйренеміз. Мына суреттерге назар аударсаңыздар, әртүрлі заттардың суреттері көрсетілген. Төменде суретте берілген заттарда қандай ортақ қасиеттер бар? Осыған ұқсас қасиеттері болатын қандай заттарды білесіз? Балалар, бүгін біздің тақырыбымызда негіздік және қышқылдық қасиеттерді, заттарды ажыратып білуіміз керек. Бұл жерде ортақ қасиет көрсететін мандарин, сірке қышқылы, айран. Осы үш зат қышқылдық қасиет көрсетеді. Қышқыл дегеніміз не? Қышқыл дегеніміз сутек катионын суда ерігенде бөлетін күйдіргіш заттар. Бізде табиғатта қышқылдар көп. Қышқылдың сан алуан түрі бар. Сірке қышқылы, ацетилсалин қышқылы, біздер күнделікті өмірде үйімізде қолданамыз аспирин деген таблетканы. Солай ма? Бұл да қышқыл болып саналады. Лимон қышқылдары, алма қышқылдары, әртүрлі табиғи қышқылдарымыз бар. Қышқылдардың сан алуан түрлері бар. Қышқылдардың құрамында барлығында да сутек атомы болады. Суда еріген кезінде қышқылдар сутек катионын бөледі. Тұз қышқылы, көмір қышқылы, азот қышқылы, фосфор қышқылы, қышқылдардың түрлері көп. Ал тағы бізде ас содасы бар, күнделікті өмірде қолданып жүрген ас содасы. Тіс пастасы бар, өмірімізде қолданып жүрміз күнделікті өмірде. Және кірсандарымыз бар, және жемістеріміз бар, күнделікті өмірде қолданатын. Бұл заттарда ортақ қасиет сілтілік қасиет. Сілті дегеніміз не? Сілті дегеніміз суда ерігенде гидроксид аниондарын бөлетін күйдіргіш заттарымыз. Сілтілік заттарды біз табиғатта күнделікті тұрмыста қолданамыз. Енді біздің осы сабағымызда біз қышқылдарды анықтаймыз индикаторлар көмегімен. Әмбебап индикатор көмегімен анықтауға болады. Және индикатордың үш түрі бар балалар. Лакмус, фенолфталин, метил оранж деген үш түрі бар. Әмбебап индикаторымыз балалар. Ол әмбебап индикаторда әртүрлі түстер беріледі. Олар нөмірленеді. Бірден бастап 14-ге дейін нөмірленген. Мен сіздерге қазір осы жерде көрсетейін. Әмбебап индикатор бізде бар. Мына әмбебап индикаторға қарасаңдар, бұл қарапайым қағаз сияқты болып көрінеді. Бірақ бұл анықтайтын біздің индикаторымыз. Бұл жерге қарасаңдар, бірден бастап 11-ге дейін нөмірленген бұл жерде. Қараңдаршы, енді үстіңгі жағында қызыл түс бар, одан кейін астында 2 деген санның түсінде қызылдың түсі сәл ақшылдау болады, сөйтіп қызыл жайлап азаяды қызылдың. Ал одан кейін жайлап 7-ден кейін 7-дің астында ол көк түске келіп бастайды. Бұл әмбебап индикаторымыз. Универсал индикатор деп айтады. Екеуі бір зат. Енді осы әмбебап индикаторды пайдаланып отырып, біз қышқылды, сілтілік заттарды анықтай аламыз. Мына жерде қышқылдардың атаулары берілген және формулалары берілген. Енді назар аударсаңдар, қышқылдардың құрамында барлығында да сутек атомы бар. Біз жаңа айттық, қышқылдар дегеніміз суда ерігенде сутек катиондарын бөлетін заттар деп айтамыз. Барлығында да сутек болады. Ал сілтілердің атаулары берілген және формулалары берілген. Сілтінің түрлері көп, біз бұл жерде 3 сілтінің формуласы көрсетілген. Натрий гидроксиді. Натрий гидроксиді бұл
бөлінетін күйдіргіш заттарымыз болып саналады. Ал индикаторлардың атауы үш түрлі атауы берілген. Лакмус, фенолфталин, метилоранж. Индикатордың үш түрі болады. Лакмус, фенолфталин, метилоранж. Естеріңде сақтаңыз. Ал енді біз жаңа айттық қой, индикатордың үш түрі болады деп. Лакмус, метилоранж, фенолфталин деп үш түрі бар. Ал қышқылдық ортада ол қандай түске енеді бұл индикаторлар? Лакмус қызыл түске енеді екен. Қышқылдық ортада, бейтарап ортада күлгін түске, сіртілік ортада көк түске өзгереді екен. Ал метилоранж қышқылдық ортада ашық қызыл болады, бейтарап ортада метилоранж қызыл сары болады, сіртілік ортада сары түсті болады екен. Фенолфталин қышқылдық ортада түссіз болады екен, бейтарап ортада түссіз болады екен фенолфталин, ал сіртілік ортада таңқурай түсті болады екен. Ал енді астында pH-тың көрсеткішін көрсеткен. Енді қышқылдық ортада pH-тың мәні 7-ден аз бола ма, көп бола ма екен? Қараңдаршы белгіге. 7-ден аз болады екен. Қышқылдық ортада 7-ден аз болады pH-тың мәні. Ал бейтарап ортада 7-ге тең болады. Ал сіртілік ортада 7-ден үлкен болады. Ал енді балалар, біз сендермен қышқылдық және сіртілік заттарды индикатор көмегімен анықтауды үйренеміз. Мен сендерге қазір бірнеше заттардың қышқылдық және сіртілік қасиетін анықтауды көрсетемін. Қазір менің алдымда мына ыдыста кәдімгі біздің күнделікті тұрмыста қолданып жүрген кір сабынының үгінділері бар. Мен жаңа кесіп бір шетінен кір сабынды ішіне салып қойдым. Мына ыдыстың ішінде күнделікті тұрмыста қолданып жүрген ас содасы бар. Ас содасын салып қойдым. Енді мен тағы бір үшінші ыдысқа біздің күнделікті өмірде қолданып жүрген аспирин деген таблетканы естідіңдер ма? Ацетилсалицил қышқылы деген. Сол таблетканы мен қазір бір ыдысқа саламын. 2 таблеткасын алдым. Енді ішіне саламын. Сөйтіп, аспирин таблеткасының ішіне су құямын. Су құйдым. Енді бұл ішінде еріп тұра берсін. Біздің бүгінгі тақырыбымыз өзі қышқылдардың, сіртілердің индикаторларда түсінің өзгеруін үйрену. Мен сол индикаторлар әсерімен түсінің өзгеруін көрсетемін сендерге. Ал мынау ас содасының. Ал ерісін міне. Аспирин таблеткасы бұл ацетилсалицил қышқылы бар құрамында. Енді еріп жатыр. Ал мына ыдысқа балалар, мен өзім дайындадым үйде, күнделікті үйде тұрмыста бар зат, орам жапырақ, капуста дейміз ғой, сол орам жапырақтың қызыл түстісі бар. Қызыл түсті орам жапырақ көрген шығарсыңдар. Қып-қызыл түсті орам жапырақты кесіп, турап, соған қайнаған су құйып, сөйтіп дайындадым. 30 минуттай бұқтырып қоямыз. Орам жапырақты, қызыл орам жапырақты кесіп, турап, қайнаған су құйып, 30 минуттай бұқтырып қоямыз. Содан кейін оның суы мынадай түс пайда болады. Осындай. Сөйтіп, сүзіп аламыз. Бұл табиғи индикатор болады. Біздің өз қолымыздан жасаған индикаторымыз болады. Ал мынау балалар, біздің жаңа көрсеткенімізше, бұл табиғи емес, балалар. Жасанды индикатор. Мынау табиғи индикатор. Өзіміз жасадық, өз қолымызбен. Енді осылардың қышқылдарда, сіртілерде қандай түске өзгеретінін көреміз қазір. Ал мен жаңағы орам жапырақтан, қызыл орам жапырақтан дайындалған индикаторымды, табиғи индикаторымды мен тамызаймын. Енді балалар қарап тұрсыңдар. Түс өзгеріп жатыр.
еніп жатыр. Енді тура осы табиғи индикаторларды сабынның ерітіндісіне салайық. Көк түс пайда болып жатыр, балалар. Көк түске өзгерді. Ал енді мынау бірінші біздің аспирин таблеткасы салынған ерітіндіміз. Енді қараңдар, түсті қараңдар. Қараңдар, көк емес, бұл қызарды. Қызарды. Енді бұл табиғи индикаторымыз етін. Мына жерде біздің индикаторымызда түстер бар. Қараңдар, қызыл түс бірмен берілген, екімен, бірмен берілген. Ал енді біздің бірінші аспирин салынған ыдысымыз қызыл түске өзгерді. Демек, қызыл түске өзгерсе, онда қышқыл болады. Ал көк түске өзгерсе, онда сілті болады. Көк түске өзгерсе, сілті болады. Міне, біздің бұл да көк түске өзгерді. Ас содасы да сілтілік қасиет көрсетеді, сабын да сілтілік қасиет көрсетеді, ал аспирин бұл қышқылдық қасиет көрсетеді. Ал балалар, сабағымыз түсінікті болса, тақтадағы мына сұрақтарға дәптерімізге жауап жазамыз.